Қазақстан 1991 жылы 16 желтоқсанда толық тәуелсіз ел болды. Тәуелсіздік деген не? Тәуелсіздік дегеніміз еліміздің еркін өз алдына дербес өмір сүруі. Біз өз тілімізді, дәстүрімізді сақтап, өз заңымызбен өмір сүреміз. Көк тудың мағынасы қандай? Көк ту ашық аспан мен бейбіт өмірдің белгісі. Күн өмір мен молшылықты білдіреді. Қыран бүркіт еркіндік пен күштің нышаны. Елтаңбаның мағынасы қандай? Елтаңбадағы шаңырақ, ортақ үйіміз Қазақстан. Уықтар халықтың бірлігі. Қанатты пырақтар, батылдық пен арман. Ән ұранымыз отанды сүю мен мақтаныш сезімін білдіретін ән. Ән ұран орындалғанда біз тік тұрып, елге құрмет көрсетеміз. Сондай-ақ біз мәңгілік алауға тағзым етіп, ата-бабамыздың тәуелсіздік жолында жасаған ерлігін еске аламыз. Тәуелсіздік біздің ең қымбат қазынамыз. Оны сақтап, елімізді әрдайым жақсы көрейік. Тәуелсіздік күні құтты болсын.